Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз өндірістің есебі, яғни учет производства. Яғни өндірісті есеп қалай жүргізіледі бухгалтерияда, сол жайлы өтетін боламыз. Өндіріс есебі өндірістік шоттарда жүргізіледі. Ай соңында өндіріске кеткен шығындар анықталынып, өндірілген өнімнің өзіндік құны есептелініп, өндірілген өнім қоймаға кіріске алынады дейді. Мысалы, негізгі өндірістің бірінші жұмысшысына белгіленген жалақы 100 мың теңге. Қосымша оған экологиялық төлем 20% есептеледі. Надбавка, яғни доплата. Қаңтар айындағы жұмыс күндерінің саны 24, жұмысшы қаңтар айында 22 күн жұмыс істеді дейді. Еңбек ақысын есептейміз. Окладын 24 жұмыс күніне бөліп, жұмыс істеген 22 күніне көбейтетін болсақ, оның қаңтар айындағы еңбек ақысы 91.667 теңге. Экологиялық төлемі осы 91.667 теңгенің 20%-ы 18.333 теңге. Енді жалпы еңбек ақысы, яғни начисленный доход, оның қаңтар айындағы окладына, яғни 91.667-ге 20% экологиялық төлемін қосатын болсақ, 18.333 теңгені. Сонда жалпы еңбек ақы 110 мың теңге. Дебетте 80 бұрын негізгі өндірістің шығыны көбейеді, себебі бұл негізгі өндірістің жұмысшысы, кредитте 30 елу еңбек ақы бойынша қарыз көбейеді. Кредиторлық қарыз сума 110 мың теңге. Міндетті зейнетақы есептейміз. Окладтан 91.667 теңге, яғни экологиялық төлемді алып тастаған суммадан 10% 9167 теңге, бұл бізде пенсионный взнос. Дебетте 30 елу еңбек ақы бойынша кредиторлық қарыз азаяды. Міндетті зейнетақы төлемін есептеген кезде жарнасын. Кредитте 32-20, міндетті зейнетақы жарнасы бойынша кредиторлық қарыз көбейеді. Сума 9167 теңге. Келесі міндетті медициналық әлеуметтік жарна жалпы еңбек ақының, яғни 110 мың теңгенің 2%-ы 2200 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны есептеген кезде дебетте 33 елу еңбек ақы бойынша кредиторлық қарыз азаяды. Кредитте 32-12, міндетті медициналық әлеуметтік жарна бойынша кредиторлық қарыз азаяды. Сума 2200 теңге. Жеке табыс салығын есептейміз. Жалпы еңбек ақыдан, яғни 110 мың теңгеден экологиялық төлемді алып тастаймыз, 18.333 теңге. Одан міндетті зейнетақы төлемін аламыз, 9167 теңге. Және де міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны азайтамыз, 2200 теңге. Және де 14 МРП-ны аламыз, сонда 51.688 теңге. 14 айлық есептік көрсеткіш. Қалған суммадан 10% есептесек 2861 теңге. Жеке табыс салығын есептеген кезде дебетте 33 елу еңбек ақы бойынша кредиторлық қарыз азаяды. Кредитте 31-20, жеке табыс салығы бойынша кредиторлық қарыз көбейеді. Сума 2861 теңге. Енді әлеуметтік төлем жалпы еңбек ақыдан 110 мың теңгеден экологиялық төлемді алып тастаймыз, 18.333 теңге. Және де одан міндетті зейнетақы суммасын аламыз, 9167 теңге. Қалған сумманы 3,5%-ға көбейтсек 2887 теңге. Әлеуметтік төлем есептеген кезде дебет 81-10, негізгі өндіріс бойынша шығын көбейеді. Кредитте 32-10, әлеуметтік төлем бойынша кредиторлық қарыз көбейеді. Суммасы 2887 теңге. Келесі әлеуметтік салық. Жалпы еңбек ақыдан 110 мың теңгеден аламыз. Экологиялық төлем 18333. Және де міндетті зейнетақы жарнасын аламыз, 9167 теңге. Және де міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны аламыз, 2200 теңге. Одан шыққан сумманы 9,5%-ға көбейтеміз. Және де одан кейінгі қалған суммадан әлеуметтік төлемді аламыз, 2887 теңге. Сонда 4741 теңге. Әлеуметтік салық есептеген кезде дебетте 81 негізгі өндірістің шығыны көбейеді. Кредитте 31-50 әлеуметтік салық бойынша кредиторлық қарыз көбейеді. Суммасы 4741 теңге. Келесі міндетті медициналық әлеуметтік төлем жалпы еңбек ақының 3%, яғни
110 мың теңгенің 3% 3300 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік төлем есептеген кезде дебетте 81-10 негізгі өндірістің шығыны көбейеді. Кредитте 32-13 міндетті медициналық әлеуметтік төлем бойынша кредиторлық қарыз көбейеді. Сумма 3300 теңге. Келесі, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы төлемі, яғни жұмысшының жалақысынан 9167 теңгеден 1,5% есептесек 1375 теңге. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы төлемін есептеген кезде дебетте 81-10 негізгі өндірістің шығыны көбейеді. Кредитте 32-20 жұмыс берушінің міндетті зейнетақы төлемі бойынша кредиторлық қарызы көбейеді. Сумма 1375 теңге. Келесі, екінші, негізгі өндірістің екінші жұмысшыға берілген жалақы 90 мың теңге, қосымша экологиялық төлем 20% есептеледі. Қаңтар айындағы жұмыс күндерінің саны 24, жұмысшы қаңтар айында 22 күн жұмыс істеді. Еңбек ақысы 82.500 теңге, экологиялық төлемі 16.500 теңге, сонда жалпы еңбек ақысы 99 теңге. Міндетті зейнетақы жарнасы 8250 теңге, міндетті медициналық әлеуметтік жарна 1980 теңге, жеке табыс салығы 2058 теңге. Әлеуметтік төлем 2599 теңге, әлеуметтік салық 4267 теңге, міндетті медициналық әлеуметтік төлем 2970 теңге, және де жұмыс берушінің міндетті зейнетақы төлемі 1237 теңге. Енді келесі бізде үшінші мысал, жеткізіп берушіден материалдар сатып алынды, 224 мың теңге, қосылған құн салығы есепке алынады, яғни НДС бар екен. 224 мыңды 1,12 бөлсек, 200 мың бұл материалдың суммасы. Жалпы суммадан, яғни 224 мыңнан материалдың суммасын алып тастасақ, қалған 24 мың теңге ол қосылған құн салығының суммасы болады. Яғни жеткізіп берушіден материалдар сатып алынған кезде дебетте 13 материал көбейеді, кредитте 33 жеткізіп берушіге қарыз көбейеді, материалдың суммасы 200 мың, және де дебетте 14, кешіресіздер, 14-21 қосылған құн салығы көбейеді, кредитте 33 жеткізіп берушіге қарыз көбейеді, суммасы, НДС-ның суммасы 24 мың теңге. Келесі, төртінші мысал, материалдар дайын өнім дайындауға негізгі өндіріске берілді, сумма 200 мың теңге. Яғни материалдар негізгі өндіріске уже жөнелтілді дайын өнім өндіруге. Сонда бізде материалдар азаяды, кредитте 13 болады, және де материал азайып шығын көбейеді. Шығынды біз негізгі өндірістің шығынына жабамыз, яғни дебетте 81 негізгі өндірістің шығыны көбейеді, материалдың суммасы бізде 200 мың теңге болды. Келесі, бесінші мысал, негізгі өндірісте дайын өнім шығаратын негізгі құралдың бастапқы бағасы 8 миллион теңге. Ол пайдалану мерзімінде 100 мың дана өнім өндіруге негізделген. Қаңтар айында осы негізгі құралмен 20 дана өнім өндірілді. Негізгі құралдың тозуын, яғни амортизациясын есептейміз. Қалай есептейміз? Оның негізгі құралдың бастапқы бағасын, яғни 8 миллион теңгені қанша дана өнім өндіруге арналған 100 мыңға бөлеміз. Және де шыққан сумманы 20-ға көбейтеміз, себебі бізде 20 дайын өнім өндірілді. Сонда 1600 теңге болады. Яғни тозуын есептеген кезде ол бізге тозуы шығын негізгі құралдың амортизациясы. Дебетте 81 негізгі өндірістің шығыны көбейеді. Кредитте 24-20 негізгі құрал тозады, яғни азаяды. Суммасы 1600 теңге.